Жапония Туран одағына қосыламын дейді. Бұл жай мәлімдеме ме? Әлде үлкен геосаяси бұрылыс па? Соңғы күндері халықаралық саясатта ерекше бір тақырып қызу талқылана бастады. Ол Орталық Азия плюс Жапония саммиті және осы саммит аясында айтылған сөздер. Әсіресе Жапонияның сыртқы істер министрі Арфия Эридің мәлімдемесі аймақта ғана емес, бүкіл Еуразия кеңістігінде резонанс тудырды. Ол өзін ұйғыр ұлтының өкілі екенін ашық айтты, және Орталық Азия халықтарымен тарихи, мәдени әрі рухани байланыс бар екенін ерекше атап өтті. Бұл сөздер жай дипломатиялық формалдылық емес. Бұл Жапонияның жаңа бағытының белгісі болуы мүмкін. Бір қарағанда, Жапония мен Туран әлемі бір-бірінен алыс сияқты. Бірақ, терең үңілсек, тарихтың қатпарларында бұл аймақтарды байланыстыратын жіптер аз емес. Ұлы жібек жолы арқылы тек тауар ғана емес, идея, мәдениет, дін және өркениет тарады. Түркі әлемі мен Шығыс Азия арасындағы байланыстар ғасырлар бойы үзілмей келді. Ал бүгінгі күні Туран одағы идеясы қайта жанданып отыр. Бұл түркі мемлекеттерінің экономикалық, мәдени және саяси ықпалдастығын күшейтуге бағытталған жоба. Жапонияның осы кеңістікке қызығушылық танытуы кездейсоқ емес. Арфия Эридің ұйғыр екенін ашық айтуы өте маңызды символдық қадам. Ұйғыр халқы түркі әлемінің ажырамас бөлігі. Бұл мәлімдеме арқылы Жапония бір жағынан гуманитарлық ұстанымын көрсетсе, екінші жағынан Орталық Азия халықтарына біз сіздерді түсінеміз, тарихтарыңызды білеміз деген сигнал жіберіп отыр. Саммит барысында айтылған негізгі ойлардың бірі Орталық Азияны жеке-жеке емес, біртұтас аймақ ретінде қарау. Бұл дәл Еуроодаққа ұқсас тәсіл. Жапония үшін бұл өте тиімді. Себебі ол бір елмен емес, тұтас нарықпен, тұтас өркениеттік аймақпен жұмыс істегісі келеді. Неге дәл қазір? Біріншіден, әлем көпполярлы жүйеге көшіп жатыр. ақш, Қытай, Ресей арасындағы бәсеке күшейген сайын, Жапония балама серіктестер іздеуге мәжбүр. Екіншіден, Орталық Азия ресурстарға бай, логистикалық тұрғыдан стратегиялық аймақ. Үшіншіден, түркі мемлекеттері арасындағы бірігу үдерісі күшейіп келеді. Бұл жаңа күш орталығының қалыптасуы деген сөз. Жапония Туран одағына ресми түрде қосылама ма? Қазірше бұл дипломатиялық деңгейдегі ниет пен сигнал. Бірақ саясатта дәл осындай сигналдар кейін нақты қадамдарға ұласып жатады. Экономикалық инвестициялар, технология трансфері, білім беру бағдарламалары. Мұның бәрі болашақта Жапонияны Туран кеңістігінің тұрақты серіктесіне айналдыру мүмкін. Бұл жағдай Қытайды да, Ресейді де ойландырмай қоймайды. Себебі Жапония жай мемлекет емес, технологиялық алып экономикалық держава. Оның Орталық Азияға белсенді енуі аймақтағы күштер балансын өзгертуі ықтимал. Қысқасы, Орталық Азия плюс Жапония саммиті протоколдық кездесу емес. Бұл жаңа геосаяси сценарийдің алғашқы беттері. Ал Арфия Эридің ұйғыр екенін ашық айтуы осы сценарийдің идеологиялық кілті деуге болады. Алдағы жылдары біз Жапония мен түркі әлемінің арасындағы байланыстардың бұрынғыдан да тереңдей түскенін көріп қалуымыз әбден мүмкін. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.